Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бөлшек рационал теңестер тақырыбындағы екінші мысалды қарастырайық. Яғни 13-те Б мысалын қарастырайық. Яғни бізге бұл бөлшек, яғни мына теңсіздікті қарастыруымыз керек. Бұл теңсіздікті қарастырған кезде бұл теңсіздің шешімі мына бүтін рационал теңсіздіктің мәнімен бірдей болады. Яғни мынандай қылып жазып аламыз. X минус 4x минус 12 x минус 2 кіші немесе тең 0. Яғни бөлшек рационал теңсіздіктердің барлығын бүтін рационал теңсіздіктерге келтіріп аламыз. Екеуінің мәні бірдей болады. Бірақ сәл ерекшелігін айтып өтеміз ол жерде. Ол ерекшелігі екінші қадамда көрінеді. Яғни бірінші қадамда біз бұны теңдеуге айналдырып алатын едік. Яғни қадам бойынша бүйтіп көрсетіп берейін сіздерге, жарайды. Теңдеуге айналдырамыз. X квадрат минус 4x минус 12 x минус 2 тең 0. Енді бұны көбейтке жіктеп түбірлерін табатын болсақ, мына өрнекті көбейтке жіктейік бірінші. Қаласаңыздар бірден дискриминантпен түбірін таба салған оңай негізінде бұны. Оны көбейтке жіктеп, қайттан оны түбірін тауып жүргеннен гөрі бірден дискриминантпен түбірін тауып жазып кете берген дұрыс. Ал егер бұны вет теоремасымен бірден таба аламын дейтіндер болатын болса, бұл мынандай түрге келеді. X минус 6 плюс минус 6 плюс 2 деген көбейтке жіктеледі. X минус 2 тең 0. Яғни мынаны жақшасын ашатын болсаңыз көбейтіп, жоғарыдағы мына өрнек шығады. Енді сіздер бұны бірден таба алмасаңыздар егер, қарапайым веттер дискриминантпен тауып аламыз. Дискриминант 4-тің квадраты 16 минус плюс болып кетеді. 4 көбейтілген 12 16 плюс 48 тең болады 64 болады. Бұл деген сөз 8-дің квадраты. Ары қарай x1-іміз болады, тең болады. Есептеп қойсаңыздар, минус 6 болады, плюс 6, және x2-іміз тең болады, минус 2. Мені байқадыңыздар ма? 6 мен кері таңба, мына мен кері таңба, мына плюс пен кері таңба. Яғни көбейтке осылай жіктелінеді. Бұл ең түбірлерін, екеуін түбірін тауып алдық. Енді мұнаның түбірін табайық біз. X минус 2 тең емес 0 дейміз. Себебі қараңыздар, мұна есептің берілгеніне қарақ. Бізге бөлшек теңсіздік берілген, ал оның бөлімінде x минус 2 мұна орналасқан. Сондықтан бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды, сондықтан оны біз тең емес 0-ге дейміз. Осы жағдайға өте ықтият болған дұрыс. Сонда x тең болады, тең болмайды 2-ге. 3 түбірін таптық, сонда біз мынау. Енді осы үшеуін сандық оске саламыз. Минус 2 боялады. Өйткені мына теңсіздіктің таңбасын қарасақ, кіші немесе тең деп қойған. Минус 2 6 боялады. Оған дейін плюс 2 бар екен. Онда бұл боямай қойып тұрайық. Неге плюс 2-ні боямаймыз? Өйткені қараңыздар, плюс 2 бізде тең емес деп қойған. Ал теңсіздікке қарасақ, x немесе тең деп қойған. Біз 2-ні ол теңсіздікке қоя алмаймыз, өйткені ол жерде мағынасы болмай қалады. Сондықтан боямай бұл жерді бос қылып қалдырамыз мына жерді. Ал одан кейін 6-ны боямыз. Сонда байқасаңыздар, бөлшектің алымында тұрғандарды
енгізуге кіргізе аламыз алымының түбірлерін. Ал бөлімнен шыққан түбірді ол жерге енгізе алмаймыз. Тең емес деп шарт қойып қойдық өйткені. Енді аралықтарға бөлейік. Таңбаны анықтайық енді. Алттан үлкен бір санды алып, біздің теңсіздігімізге қойып көрейік мына жерге. Алттан үлкен 10 жатыр. 10-ды мына жерге қойсақ плюс болады, яғни бірінші жақша плюс, екінші жақша плюс, үшінші жақша да плюс. Барлығы плюс. Келесі таңба минус, одан кейінгі плюс, кейінгісі минус. Енді таңбаларын анықтап болғаннан кейін, ары қарай біздің қайсы таңба керек екенін тауып алайық. Ол үшін бастапқы мына жердегі теңсіздікке қарай салайық. Жарай. Нөлден кіші немесе тең. Нөлден кіші деген сөз бізге теріс аралықтар керек. Міне. Яғни минус шексіздіктен минус 2-ге дейін тік жақша өткен боялып тұр ол жер. Бірігуі 2-ге жай жақша, 6-ға дейін тік жақша. Міне, есептің жауабы табылды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.